Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомда сіздерге ең кереметті тәтті пирог пахлаваны қалай оп-оңай жасауға болатындығын көрсететін боламын. Разрезе қараңыздаршы, сондай керемет начинкасы, яғни салмасы дәмді шығады. Ең алдымен қамырын дайындап алайық. Ол үшін бізге ұнға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Содан кейін қопсытқыш, яғни разрыхителімізді салып және араластырып, қаймағымызды салып қосатын боламыз. Осылайша қаймақ қосқаннан кейін барлығын жақсылап араластырып, жұмыртқаның тек қана 2 сарыуызын пайдаланамыз. Ақуызын алып қаламыз, себебі салмасына қажет болады. Сәл ғана шым-шым тұзымызды қосып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Достар, егерде сары майыңыз бөлме температурасында тым жұмсақ болса, 1 сағаттай холодильникке қойып аласыз. Ал сәл майыңыз қаттылау болса, 15-20 минуттың ішінде тоңазытқышта тұрса жеткілікті. Осы уақыттың ішінде салмасын дайындап алайық. Бізге грек жаңғағы қажет болады. Осындай бүтін дегеніңізден кем дегенде 20 штуктай алып қалыңыз, себебі бетін әрлеуге қажет болады. Қалған бөлігін блендерға салып, майдалап алатын боламыз. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай барлығы бір келкі ұн татылды. Енді бір ыдысымызға салып, жинақтап, шекерімізді салатын боламыз. Қамырымыздың ішінде шекер мүлде болмағандықтан осы салмасында мол болады. Барлық өлшемдері төменде көрсетілген. Осылайша қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, 2 жұмыртқаның ақуызын, яғни манағыдан қалғанын қосып жақсылап араластыратын боламыз. Сол кезде бізде салма дайын болады. Мінекей, менің қамырым 30 минуттай холодильникте тұрды. Енді оқтаудың көмегімен жаюға кірісетін боламыз. Не үшін холодильникте ұстаймыз? Себебі оқтаумен жайған кезде жұмыс істеуге қамыр ыңғайлы болады. Осылайша 3 бөлікке бөлеміз. Біреуі үлкен, қалған 2 бөлігі кішігірімдеу болуы қажет. Бұл пирогты пісіруде арнайы форма пайдаланамын. Осындай диаметр 26 сантиметрлік. Ешқандай майлаудың, пергамент қағазын төсеудің қажеті жоқ. Ендеше үлкен бөлігін қамырымыздың ұн жаю арқылы, яғни жабысып қалмас үшін ұн себелеп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей, керекті қалыңдықта жайып алдық. Енді оқтауға осылай орап аламыз, себебі формаға қоюымызға ыңғайлы болады. Мінекей, видеода көрсеткенімдей орналастырып шықсаңыз болады. Содан кейін қолдың көмегімен жай ішіне қарай кіргізіп, қамырымызды ақырын ғана орналастырамыз. Осылайша қамырыңызды ақырын ғана орналастырып болғаннан кейін, қалған артық бөлігін осылай оқтаудың көмегімен форманың бетін басып шықсаңыз, оңай ғана алынады. Ендігі кезекте келесі екінші бөлігін оқтаудың көмегімен жайып алайық. Содан кейін барып салмасын салып, беткі жағын жабатын боламыз. Бұл қамырымыздың бөлігінің көлемі осы формамыздың беткі жағын жабатындай болса жеткілікті. Мінекей, енді дайын салмасының жартысын салатын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен салып, бір келкі жайып шығып, жайып қойған қамырымызды бетіне орналастырамыз. Барлық жерін жауып тұруы қажет. Шеткі жақтары ашылып кетпеу үшін қолдың көмегімен бекітіп шықсаңыз болады. Осылайша орналастырып болғаннан кейін қалған салмамызды салатын боламыз. Және де бір келкі орналастырып шығуымыз қажет. Мінекей, дайын болды. Енді осы салманың бетін жабу үшін 3-ші бөлікті қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Мінекей, видеода көріп отырғандарыңыздай ақырын ғана орналастыратын боламыз. Бұл жерде барлығын салманың, яғни барлық жерін жауып тұруы қажет. Сондай көлемге жеткізіп жаясыздар қамырдың көлемін. Мінекей, содан кейін артық қамырды басында бастапқыда көрсеткенімдей оқтаудың көмегімен үстіңгі жағын бассаңыз, оңай алынып қалатын болады.
Ендеше безендіруге кірсек, видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен жай ғана кесіп шығатын боламыз. Қатты батырып кеспеңіз, тек қана ұшымен ғана тигізіп жүргізіп өтсеңіз жеткілікті. Содан кейін әдемі қызарып пісу үшін жұмыртқаның бір сарыуызына сәл ғана сүт қосып араластырып, барлық жеріне жеткілікті тигізіп, молынан жағып шығыңыз. Содан кейін алып қалған грек жаңғақтарын орналастырып шығатын боламыз. Мінекей ендеше грек жаңғақтарын әрбір ромбиктің ішіне барлық жеріне орналастырып шығатын боламыз. Сәл батырыңқырап орналастырыңыз. Осылайша дайындап алғаннан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешіңізге бар жоғы 25-30 минуттың ішінде пісіріп алсаңыз болады. Ешқандай конвекциясыз пісіруіміз қажет. Яғни пешіміздің ішіндегі ешқандай желдеткішті қосудан қажеті жоқ. Мінекей достар, 30 минуттың ішінде пахлава пирогым пісіп шықты. Сондай керемет иіс үйдің ішін алып кетеді, сондай дәмді болып шығады. Беткі жағы жылтырап шығу үшін осылайша балмен сылап шығасыз щетканың көмегімен. Егер балыңыз қаттылау болатын болса, сәл микроволновкаға салып алсаңыз, осылайша ыңғайлы болып сұйылады. Мінекей барлық жеріне жеткілікті етіп, грек жаңғағының үстеріне де тигізіп жағып шығасыз. Сол кезде осындай ароматты пирогыңыз дайын болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.